Оян қазақ деген бір ауыз сөзімен ақ тек қазақты ғана емес, бүтін түрік халықтарын рухтандырған Міржақып Дулатұлы да абақтыға қамалды. Еңбекпен қатаң жазалау лагерінде отырғанда камерадағы түбі бір туысқан ұлыс тумаларынан сұрай отырып 4 дәптерден тұратын қазақша орысша сөздік жазған. Міне, түрмеде отырған қайсар жанның ерлікке барабар ісі. Міржақыпты алдыңғы толқын ағалар жақаң деп айрықша лепеспен құрмет тұтқан. Сол жақаң Соловки лагерінде жүргенде бухгалтерлік курсқа жазылып, есепші мамандығын игереді. Сол мамандықпен 1-2 жыл қызмет етіп тұрмысы жақсарады. Ақтеңіз ортасындағы Соловки аралының ауасы дымқыл, тұман басып тұрады екен. Күн көзі де көрінбейтін жер екен. Сол тағаны зәй тартып тұратын жерде жақаңның денсаулығы нашарлап демікпе дертіне ұшырайды. Лагер жанындағы ауруханада емделіп жатқанда Медвежья гараға ауыстырылады. Осы жердегі лазаретте шаруашылық жұмыс істей жүріп, леппом оқуын оқығаны бар. Осы мамандықты игерген соң, түрмедегі бауырларын емдеп, оларға медициналық көмек көрсеткен. Айдауда жүріп те оқып, диплом алып шығуға болатынын көрсететін оқиға. Міржақыпқа қатысты тағы бір дәйекті дерек оның карцерге қамалуы. Жалғыз адамға арналған шағын бөлмеге адамның рухын сындыру үшін және психологиялық жүйке күйзелісіне ұшырату үшін қамайды. Бұл 24/7 режиміне жападан жалғыз қамалған адамды азаптаудың ең сорақы түрі. Ал жақаң болса мұның амалын тауыпты. Қатып қалғаннан қиқымдарын жиып, шахмат ойнап өзін-өзі дамытыпты. Қызы Гүлнар анамыздың жазғанына сүйенсек, карцерде отырып Алла тағалаға ғана сеніп, Құран сүрелерін оқып, құлшылық еткен екен. Адам жалғыз қалғанда оны шайтан айналдырып мазасын алады. Жақаңды ібілістің ілмегіне дұғасы іліндірмеген десек, еш қателеспейміз. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы Міржақып атамыз ел есінде. Алла тағала ол кісіні рахымына алсын деп дұға етіп, рухына фатиха болсын. Достар, қазақ тілді арнаны қолдау үшін арнаға тіркелуіңізді және лайк пен пікір қалдыруыңызды сұраймын. Келесі шығарылымда көріскенше